Мектепшілік байқау 3 күн бойы өтті. Оған химия, биология, математика, тарих, орыс тілі және әлеуметтік пәндер мұғалімдері қатысты. 6 педагог 6 кезең бойынша сынға түсіп, білімдері мен шығармашылықтарын таразылады. Алғашқы кезеңде үміткерлер өз пәндері бойынша ашық сабақ өткізді. Одан кейінгі сәтте оқушылармен әңгіме, ата-аналармен әңгіме тақырыптары бойынша 5 минуттық бейнефильмдер көрсетілді. Өзекті мәселені талқылау арқылы ұстаздар тақырыптарының тереңдігі мен тәрбиелік құндылығын, оқушылардың талабын қаншалықты тыңдай білетінін және түсінетінін көрсете білді. Шешендік өнер кезеңінде қатысушылар берілген тақырыптар бойынша көпшіліктің алдында сөз сөйлеп, өздерінің креативті стилі мен сауаттылығымен ерекшелене түсті. Жыл мұғалімі 2019 іс-шарасы өтті. Яғни бұл сайысқа біздің мектептің мұғалімдері өте қатты дайындықпен келді. Бұл біздің негізгі сайыстың мақсаты жас мұғалімдерге қолдау көрсету, сонымен қатар осы жас мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін шыңдау болатұғын. Байқау қорытындысы бойынша 3-ші орынды орыс тілі пәнінің мұғалімі Оспанова Гаухаржан, 2-ші орынды математика пәнінің мұғалімі Абзал Құспанғали, 1-ші орында әлеуметтік пәндер мұғалімі Медет Ақшалов иеленді. Ал химия пәнінің мұғалімі Қайрат Бұрханбеков үздік жыл мұғалімі атанып, байқаудың бас жүлдесін иеленді. Өзге де қатысушылар секілді қайратты ұстаздар сайысына барынша дайындалғанын айтады. Енді ол Назарбаев зияткерлік мектептерінің желілік байқауына қатысады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрумға жазалы кім кінәлі, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім демекші. Енді педагог болғаннан кейін бар тәжірибеміз осы. Маған сенімді ақтап сайлағаннан кейін сол сенімді ақтау менің басты мақсатым болды. Енді қазір ол сенім одан да жоғары деңгейге көтерілді. Яғни осы Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жаңағы сенімін ақтап, абыройын көтеру болып тұр. Бүгінгі сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Қатысушыларым өте жақсы дайындықпен келген.